болмайды. Анаболизм және катаболизм. Анаболизм ассимиляция немесе пластикалық алмасу, ол органикалық заттардың синтезделуі болса, катаболизм сол заттарды диссимиляция немесе энергетикалық алмасуға айналдырамыз. Яғни органикалық заттар біздің ағзамызда ыдырап, энергияны түзуге жұмсалады. Олай болса, бүгінгі қарастыратын тақырып сіздер үшін ол маңызды. Себебі ұлттық бірыңғай тест тапсырмасында, SAT тапсырмаларында бұл тақырып өте жиі кездеседі және сұрақтары өте қызықты. Жасушаның митохондриясында АТФ синтезі. Митохондрия эукариот жасушаларындағы маңызды органоид. Ол жасушаны энергиямен қамтамасыз етеді. Оны жиі жасушаның энергетикалық станциясы дейміз. Митохондрия екі мембранадан тұрады. Сырты тегіс, заттардың өтуіне салыстырмалы түрде өткізгіш рөлін атқарады. Ал ішкі мембрана қатпарланған, ол қатпарды криста деп атайды. Кристаларда тыныс алу тізбегінің ферменттері орналасқан. Сонымен бірге мембраналар аралығы кеңістігі болады. Сыртқы және ішкі мембрананың арасы. Және ішкі мембрананың бөлігін цитоплазма сияқты матрикс болады. Онда ферменттер, ДНК, рибосомалар болады. Экрандағы суретті байқап отырғаныңыздай, мен митохондрияның қос мембранасын және жасуша аралық кеңістігін матриксті бейнелеп сызба түрінде көрсетіп отырмын. АТФ жасушаның негізгі энергия көзі, ол митохондрияның ішкі мембранасында синтезделеді. Органикалық заттардың тотығы глюкоза, май қышқылдары, амин қышқылдары ыдырайды. Бұл кезде NADH және FADH түзіледі. Олар жоғарғы энергиялы электрондарды алып жүреді. Жалпы бұл процесте электрондарды тасымалдау тізбегінің маңызы зор. Электрондар ішкі мембранадағы нәруыз кешендері арқылы өтеді. Электронды тасымалдау тізбегі 4 кешенді нәруызды бөліктерден тұрады. Төртінші кешені АТФ синтазы нәтижесінде АТФ-тің түзілуіне ықпал етеді. Сонымен сутегі иондарының жиналуы электрондар тізбекпен өткен сайын энергия бөлінеді. Осы энергия арқылы суретте көргендеріңіздей сутегі иондары мембрана аралық кеңістікке қарай өтеді. Нәтижесінде мембрана аралық кеңістікте сутегінің ионы көпте, а матриксте сутегі ионы аз болады. Сондықтан электрохимиялық градиент түзіледі. Сутегі иондары кері қарай өту керек, сондықтан ол арнайы сутегі каналы болады. Оны сутегі қоймасы деп атайды. АТФ синтаза ферменті арқылы өтеді иондар. Бұл процесс турбина сияқты жұмыс жасайды. АТФ түзілу үшін АТФ синтаза қатысады, аденозин дифосфор мен фосфор қышқылының монофосфор қышқылы АТФ түзеді. Осылайша АТФ энергия түрінде сақталады. Ал енді суретте байқағандарыңыздай электрондардың соңғы қабылдаушысы оттек екенін көріп тұрсыздар. Ол сутекпен қосылып су түзеді. Егер оттек болмаса, электрон тізбегі тоқтайды. АТФ түзілмейді. Бұны еске сақтағандарыңыз жөн. Бұл тақырыптағы алтын формула бір ғана жол. Электрон сутегі жиналады, сутегі иондары өтеді, АТФ түзіледі. Ұлттық бірыңғай тапсырмасы үшін өте ыңғайлы мнемоника. Электрон тасымалданады, сутегі иондары жиналады, АТФ синтазы арқылы өтеді, АТФ түзіледі. Ақпарат пайдалы болса, өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.